Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Өнер туралы әдебиеттер бөлімі сіздердің назарларыңызға домбырасы ұрандаған атты бейне шоуын ұсынады. Домбыра қазақ халқының кең тараған екі ішекті аспабы. Домбырадан ұшып шыққан әсем күй қазақтың ішкі жан дүниесінің, болмысының үні, сыры, дауысы. Қазақ десе домбыра, домбыра десе қазақ, ал күй десе қазақ та, домбыра да еске түседі. Қазақтың күмбірлеген домбыра шанағынан төгілген әуеннің айтары мол. Сөзбен айтып жеткізе алмас сырың да, көкірекке сыймас құлазыған көңілің де, шаттыққа толы қуанышың да домбыраның тілімен жүрекке жетеді. 2018 жылдың шілде айынан бастап Қазақстанда домбыра күні дәстүрлі түрде аталып келеді. 1000 жылдықтан бері домбыра қазақ халқының дәстүрімен, тұрмысымен, мәдениетімен біте қайнасқан музыкалық аспапқа айналды. Домбыра ежелгі көшпенділердің бүгінге аманаттаған құнды жәдігері. Пішіні домбыраға ұқсас аспаптар есте жоқ ескі замандарда да болған. Егер Алматыдағы Ықылас атындағы халықтық музыкалық аспаптар музейіне қойылған таста қалған таңбаларға сенер болсақ, біздің ата-бабамыз домбырада 4000 жылдан бері ойнап келеді. 30-шы жылдардың ортасына қарай домбыра басқа да халық аспаптарымен бірге оркестрге қосылды. Тұңғыш рет қазақ музыканты Ахмет Жұбанов музыкалық драма техникумының базасында халық инструменттері оркестрін құрады. Домбыра үнін оркестрге сәйкестендіру үшін сынақ шеберханасы жұмыс жасай бастайды. Домбыраның жаңа үлгісін жасауды Ахмет Жұбанов талантты ағайынды шеберлер Борис Эммануэль Романенколарға, Қамбар Қасымовқа, Махамбет Бөкейхановқа тапсырады. Осылайша прима домбыра, альт домбыра, тенор домбыра, бас домбыра және ұлттық оркестрдің өзге де аспаптары дүниеге келеді. Міне, осындай ұлттық аспабымызды көзіміздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу біздің ортақ парызымыз. Мәдени мұраларымыздың да ерекшелігі сонда, олар бізге сан ғасырлардан бері атадан балаға жалғасып келе жатқан төл туындымыз.